Ya. Assalamualaikum. Уағалейкумассалам. Ya. Biz осы жаңадан танысып жатырмыз. Шаяхмет деген кісі. Сол кездейсоқ менің телефонымда жазылған екен номеріңіз. Былайша біз кездеспегенбіз бе? Базарда бір кездескен секілді. Сол мен алды күні біз бастаған сұхбат Аятжан Ахметжан менен. Сол сізді көріп қалып түсініп жатсыз да біздің әңгімемізді. Сол қараңыз, енді мен сіз туралы сіз өзіңіз айтатын шығарсыз. Мен білгенімше сіз де Қытайдан келгенсіз, Қытайда туып, осы Қазақстанның азаматсыз, және де мамандығыңыз математик. Менің мамандығым айтпай қояйын, Аятжан ол химик. Бұл нақты білімге жақын. Сол енді мен сіздерді оралман десем, сіздер ренжімейтін шығарсыздар. Енді қандас десем де одан бір кереметті бір өзгеріс жоқ. Сонда мен бірден айтайын да, кейбірлерде білесіз ғой, осы тұрғын қазақтар болсын, басқалар болсын, не келді, олардан не пайда дегендер, еліне қайтпайды ма, әңгімелерді естіген шығарсыз, иә? Өздері қандай маман, Қытайдан кім келеді дегендерді. Кешегі Аятжан Ахметжан ол өзі бір үлкен, мен түсінгенімше мектеп ашқан, өзі мектебі болған, қазір гимназияның директоры, танымалы ғалым болып шығып жатыр. Енді сізді де естіп жатырмын. Сіз өз туралы айтып кетсеңіз, және осы пікір туралы мүмкін қосып қаласыз. Мен былайша қарағанда осы жақтағы қазақтың біреу, керемет, ең жақсы қазақтардың біреу деп айта алмаймын. Оған Құдайға шүкір, менен де жақсылар бар. Соның өзінде де мен сол осы жақта қазақша оқымағанмын ешқашан, былайша. Кейін бір 30 жастан асқаннан соң қазақша үйрене бастағанмын. Сіз қазақша оқығансыз, және де Қазақстанда тұрмағансыз. Енді біз бірімізді қалай түсінеді екенбіз, сіз өзіңіз туралы айта берсеңіз, жалғастырсаңыз әңгімемізді. Қалай көресіз? Жақсы. Бөлесіз ба, сіз бар ма сізде ондай әңгімеміз? Байланыс болмай қалды ма сіз жақтан? Жақсы, онда сіз мен сұрақтарымды. Жақсы, Әнуар мырза. Мен өзіңіз айта берейін бе? Айта беріңіз. Әнуар мырза, мен енді өзіңіз айтқандай, сол Қытай Халық Республикасы Іле қазақ автономия облысында Үйсін-Тау деген Іледе тау бар, Іленің жағасында. Сол Үйсін-Тауының етегінде туылып жеткем. Сонда Үрімжі қаласында Шинжаң университеті деген университет бар. Сода таза математиканы оқып, 84 жылы бітіріп, Құлжа қаласында Пет институт деген институт бар. Ол негізі қазақты негізі құрылған, сонау 85 жылдары. Сол жерге мен бөліс бойынша, онда бізде бөліс болатын, сіздердің баяғы совет үкіметі сияқты. Сол бөліс бойынша келіп, сонда 15-16 жыл жоғары математикадан, яғни алгебрадан сабақ бердім. Тұра тұрыңыз, сіз ауылда туындыңыз, сосын кейін Шинжанға барып, Шинжанда сабақ оқыдыңыз, иә? Нешінші жылдарда, неше жылдан, қай жылдарда оқыдыңыз университетте? Мен Үрімжіде Шинжаң университетіне 1979 жылы бардым да, содан 1984 жылы бітіріп, Іле Пет институтына бөліс бойынша келіп, сонда мұғалім болып қызмет істедім. Жоғары алгебрадан 15 жыл сабақ бердім.
Қазақтарға ма? Сосын 1997 жылы иә ол жерде біздің пединститутта негізі ол кезде қазақты негіз етіп қабылдайтын қазақ балалар көп болады, ұйғырлар азырақ болады, содан кейін қытайларда аз болатын. Біз енді ұйғыр класстарға, қазақ класстарға, курстарға сабақ бердік. Онда мұғалімдер өте мықты болды, жас мұғалімдер болды. Оның үстіне мына біздің кезімізде оқыған енді қай қазақтың жігіттері болсын өте мықты оқыды. Себебі Қытайда білесіз 1966 жылдан 76 жылға шейін мәдениет революциясы деген болды ғой. Иә. Сол кезде оқу орнының бәрі жабылған, оқу болмаған. Яғни кейіндеп барып кедейдің балаларын жетілдіреміз деп ең ауылдағы нашар ештеме білмейтін балаларды апарып оқытқан болды. Олардан түк шықпады енді ішінара біреулері болмаса. Сосын бұлар анау 77 жылдан бастап мәдениет революциясы тоқтағаннан кейін ресми экзамен арқылы университеттерге оқушы қабылдай бастады. Сонда мен үшінші реткі экзамен бойынша 79 жылы сол жоғары номерменен балменен өтіп Шинжаң университеті математика факультетіне барған. Ол кезде біз сияқты қазақтан енді өте үздік шыққан аз адамдар оқитын, енді кейін кезде енді жалпы бетте оқитын болды ғой. Сосын енді ол кезде халықтың оқуға деген ынтасы өте күшті болды да, сол заманда оқыған қазақ жігіттер өте мықты. Қазір енді осында алды Пекиннен бастап, арты осы Құлжа, Шәуешек, Алтайдан бастап небір мықты жігіттер, қыздар осында келді. Мынау егемендік алғаннан кейін отаныма, еліме барып еңбек сіңірейін деп. Сол қатарда мен 1997 жылы мына өзіміздің Әл-Фараби атындағы университет бар ғой, ұлттық университет КАЗУ. Соның математика факультетіне келіп, аспирантураға түскен, экзамен арқылы түскен мен бұл жерде де. Экзамен түсіріп, соны бітірдім. Ол кезде өзіңіз білесіз, 2000 жылдар төңірегінде зарплатымыз 6-ақ мың, 4-ақ мың болды алдында. Сөйтіп жүрдікте кейін сол КАЗУ-ды үздік бітірдім. Бірақ кейін істемей біраз тірлікпен кеттік бала шағаны асырап. Содан кейін кездерде мен бұрыннан өзі ғылым зерттеймін. Ол бір жақ ақындығым бар, әдебиеттен жазатыным бар, сосын қоғамнан жазатыным бар. Содан осы біраз жыл болып кетті, қайтадан сол ғылыми зерттеу жағында көбірек назар аударып кеттім. Математикадан ол Қытайда жүргенде де өзімнің жылт еткен бір жаңалығым бар еді. Мынау қазақша көбейту тәсіл деп осы жақта былтыр кітапша қылып шығардым. Оның кейін әдебиеттен кітаптарым бар, поэзиядан. Содан кейін енді сөз болғаннан кейін айта кетейін, мынау 15 ғасырда табылған, жазылған Шипагерлік баян деген кітап бар, Қытайда табылған. Соны осы біздің жақтағы Қазақстандағы ағайындар, яғни ғылымда жүрген академик ғалымдар жақсы түсіне бермейді. Себебі оның 15 ғасырдың сөзіне негізделгенде сөздерінде түсініксіз сөздер көп, және баяндалуы қазіргі баяндаға ұқсамайды. Осыған байланысты көп адам қашады. Енді өзіңіз білесіз ғой, ғылымға анда-санда бір чөгел адамдар болмаса, қалған адамдар сол ептеп қазіргі біздің қоғамда әлгі ауырдың астымен жеңілдің үстімен заулап жүрген. Соған байланысты осы Шипагерлік баянды көп зерттеп кеттім де, соның ел білмеген түйін шешейін деп, мына сөздік шығарып тастадым. Сөздігін жасадым 5 жыл отырып. Одан кітаптар дайындап тастадым. Жалпы осындай бірнеше мына тарихи тақырыптарда мақала жазып жүрмін. Әсіресе мына елде жоқ, ел айтпаған, ел бармаған тақырыптарда. Енді ол менің ынтам, қызығуым, өзімнің соған деген махаббатым, жұртыма деген. Енді сіз бағана оралман деген әңгімені айтып қалдыңыз. Мейлі Қазақстанда келген ағайындарды оралман десін, мейлі қандас десін, маған ешқандай әсер етпейді. Маған ешқандай әсер етпейді. Әсер етпейтіні менің ата-бабаларым мынау Нарынқол келгенде 1916 жылы Чаросияға қарсы бірінші оқ атқан, бірінші қарсы тұрған қазақта бірінші бас көтерген батыр баһадурлардың орыстың солдаттарымен соғыса жүріп арғы бетке өткен қазақтың ұрпағымын. Бұл жер маған жат емес. Біріншіден, екіншіден өзім ұлтжанды отаншыл азаматпын. Сондықтан мен барлығын қайырып тастап, Қытай Халық Республикасынан отбасымда әйелімде қызмет етеді, өзімде қызмет етеді, соның бәрін тастап тәуекелдеп отаныма келгенмін. Маған өсінге шейін ел мейлі оралман дей ма, мейлі кемсітіп деп айта ма, мейлі мақтап айтып ешқандай әсер етпейді. Мен қазақты ешқашан да бөлмеймін. Арғы қазақ, бергі қазақ, дүниенің түкпіріндегі барлық қазақ мен үшін бір ғана қазақ. Өйткені санасы бар, есі бар адам білсе, дүние жүзінде біз әлемдегі 9-шы орынды иелеп тұрған жер көлемінен бір мемлекетпіз, бірақ халқымыз өте аз. Талан-таражға түсіп, жан-жаққа тарап кеттік, қырылдық, жойылдық.
Сталиндин, Голошойгундун баганагы Суркая саясаттарынын кесиринен, согуштун. Енді біз сен анаусын мен мынау деуді қою керек, ақылы бар адам, бәріміз бір адам екенімізді білдіріп, осы отанды, осы жерді қорғауымыз керек. Мен соған өз үлесімді қоссам деп жүрген адаммын. Сондықтан ешқандай реніш жоқ менде. Сізді де өз бауырым деп қараймын. Сізбен кезіккен жоқ. Бүгін енді тікелей эфирге шығып отырсыз. Сіз менің өз бауырымсыз. Екі туып бір қағансыз, былай айтқанда. Сұрағыңызға осындай ғана жауап берейін әзірше. Жақсы. Қараңыз, енді сіздің өмір баяныңызды мен қысқаша айтсам, сіз 60-шы жылдарда туылғансыз. Мектепте анау сол 60-шы, 66-шы, 76-шы жылдерде ол же мәдени революция болды, төңкеріс болған кездерде мектеп қалай оқытты? Айттыңыз ғой, ол жерде ол кездерде оқу болмады деген, ол жоғары оқу болмады ма? Ал орта оқу болды мектептер. Бұлай болды. 66-тан 76 жыл аралығында мейлі қайсы мектеп болсын, мейлі университет болсын, барлығы күрес майданына аттанып кетті да, оқу негізінен нашар болды. Оқу мүлде болмады емес. Бірақ болды, болғанда тамтығы жоқ. Бар мен жоқтың арасында болды. Бірақ 77 жылға барғанда оқуды қайтадан қолға алды да, сол кезде өзі үздік оқыған оқушылар, мейлі қыздар, мейлі жігіттер болсын, ағалап алдыға шығып, сонымен бағана тест арқылы сол кезде басталып кеткен оқуға барды, оқуға алынды. Бірден оқу өте керемет болды. Қайтадан жалғасты. Бірақ өкімет қаржысымен оқыдық біз, грантпен бәріміз. Қараңыз, енді сіздің қазақ тілді, математика, сондай білім, ол университеттен ба, неде, Урумчидің университетінен үйрендіңіз ба, әлде мектептен ба? Жоқ, бұл қазақ тілінде мен өзі қазақ ұйғыр араласқан мектепте оқыған. Ол тілінде. Онда ұйғыр тілінде математика бұрынғы ескі мұғалімдер бар екен. Бағана мәдениет төңкерісінің алдындағы мықты мұғалімдер. Сол мұғалімдер кітаптар жасаған екен. Солармен оқыдық. Сонымен қан тілінде кітаптармен оқыдық. Мен енді университетке сабақ өткелі келгенде бірінші мен ұйғыр тілінде сабақ өтетім. Кейін мен өзім қазақ мұғалімнің үстіне ақындығым бар, қазақшаға мықты болдым да, сол қазақшада сабақ беремін. Әзір мен қазақ тілінде, ұйғыр тілінде, математиканың тілінде өте жақсы білемін, ғылым тілін. Мен көріп отырмын, Қытайдан келген енді қазақтар, олардың тілдері әсіресе сол қай пәннен болса да керемет болып шығып жатыр. Шығып жатқан, сіз айтып жатқан шығарсыз, ол қазір кішкене басылып жатыр, иә. Бірақ ол кездерде осыдан бір енді 15-10 жыл бұрын жақсы оқытқан. Ол қайдан, ол сіздер Қазақстанның оқулықтарды алдыңыз ба? Қалай ол қайтып, бұл тіл ғой, оған әсіресе техникалық тілі қалай ол сіз жақта сақталған ба, әлде сіздер өздеріңіз терминдерді тапқансыздар ба, әлде Қазақстанмен байланысыңыз болды ма? Қазақстанның енді оқу жүйесіменен. Бұл сұрағыңызға жауап ретінде, бағанағы 66-тан 77 аралығына мәдениет революциясынан бұрынғы кезде біз қан екен. Сол кездерде біздің қолымызда, яғни біздің алдымыздағы мұғалімдердің қолында Жаутүкіттің, математик Жаутүкіт деген кісі бар. Сол кісінің кітаптары болған екен. Сол кездегі зиялылар да қазақ тілінде мықты жетілген. Бағанағы мәдениет революциясы кеткеннен кейін дереу сол кісілер қазақша жасай бастады. Сосын біздер мұғалім болған кезімізде, біздерде арғы Қытай бетінде математикадан болсын, химиядан, физикадан, яғни жаратылыс ғылым пәндерінің қай-қайсынан болса да біздер құлшынып қазақ тілінде кітап жаздық. Недәуір деңгейге жеткіздік. Сол кездегі қай жылдары? Сол 66. Біз 84-тен 2000 жыл аралық қой. Сол аралықтарда арғы беттегі қазақтардан жетілген жастар, яғни біз қатарлылар бар, одан үлкен кісілер бар, қазақ тілінде жоғары университеттің математикасына шейін жасап тастадық. Ол химияда да, физикада да, басқа пәндерде бәрінде де қазақ тілінде өте жеттік жасалды. Бұрынғы осы жақтан барған кітаптарға негізделді, және өзімізден соған атаулар, терминдер алдық. Енді мына термин деген мәселеге келсек, кез келген ғылымда өзі бір
халықаралық термин болады, аударуға келмейтін. Яғни оны бірден айтқанда түсіну қиын да, қазақшаласаң. Сондықтан ондай терминдер ол сол бойынша тұрады. Мысалы, математикада матрица деген ұғым бар, детерминант деген ұғым бар. Мысалы да, функция деген ұғым бар. Осындай кете береді. Тригонометрия, функция дегендер бар, геометрия дегендер бар. Бұндай халықаралық терминдер аударуға келмейтінді аударылмайды. Бірақ түсіндіру барысында, кітапты жазу барысында оның ішіндегі кейбір атауларды әдемілеп қазақшалауға болады. Оның себебі, мысалы, таза Қытай халқы дүние жүзінде кез келген ғылымды, кез келген бүгінгі жаңалықты сол күн аппараттағы қытайша ат қойып алады. Ешқашан ол халықаралық тілмен атамайды. Бірде бір нәрсені атамайды. Бірақ сол мемлекеттің өзі қаншалық әзір дамып әлемге дүбір салып жатыр. Сондықтан бұл жерде бір ана тіл деген өте маңызды. Ана тілінде білім алмаған адам ешқашанда ол керемет болып кету екі талай. Ана тілінде білім алу керек бірінші. Содан кейін ол қанша тілді білсе де болады. Енді біз осы ана тілде айтып жатырмыз, күзде осы 23 өткен жылдағы дейміз ба, күзде біздің президентіміз қазіргі Қасым-Жомарт Тоқаев мырза деп қосайық, ол кісі осылай деген: бізге әзірше қазіргі таңда нақты білімдерді орыс тілде білгеніміз жөн деп жазылған ана тіл газетінде ме, әйтеуір сондай мақалалары айтқаны бар. Өйткені дегенде енді ол жақтан дәлелі бар, өйткені Малайзия бір нәрсенің мысалдарды келтіреді. Бұл енді бұған ешкім қарсы сөз айтпаған, өйткені бізде нақты білімдегі адамдар бәрі көбінде орыс тілге көшкен. Оларға қазақ тіл дегенде былай енді керексіз деп көрінуі мүмкін. Ал ақындар, тарихшілер, оларға шынында да не керекте деп ойлап қалу мүмкін ол нақты білім деген қазақ тілде. Сонымен ол кісінің сөзі солай қалды. Былай қараны халықтың жүрегіне қонды. Біраз енді қазақша оқыған балаларды көріп жатырмын, орыс мектепке көшіп жатқандарын. Осы сөзден одан да бұрын саясатқа не болып жатыр, оларды қарап жатыр. Енді сіз бұл жерден не деп айтасыз? Баға бересіз ба? Менімше ол өте маңызды, нақты білімді. Ол тарих болсын, ақындық филология болсын, ол екінші қатар. Бірінші қатарда қазір нақты білімді қазақ тілді білу керек. Оған нақты білімге жаңағы кешегі Аяржан білмеға. Анан бері өшіріп қалды. Тоқтап қалды ғой. Қазір өшіріп қалды ғой даусыңыз. Шығып көрейін, жазылды ма, жазылмады ма айтқанымызды. Қазір көрейікші.